Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге сливкисіз, заварной кремсіз жасалатын және дәмді болып шығатын торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл торттың құрамы өте оңай, жеңіл, әрі үйдегі бар заттармен жасалады және де бал қосылып жасалады. Міндетті түрде күнделікті шайға дайындасаңыздар өте керемет болып кетеді. Жұмсақ ауызда еритін торттардың бірі. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге де кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен іші таза құрғақ ыдысымызға жұмыртқамыздың ағы мен сарысын ажыратып алып, ағын саламыз. Барлығын бірден салсаңыздар да болады, осылай жеке-жеке ажыратып салсаңыздар да болады. Және ағының үстінен шым-шым тұзымызды салып, жақсылап миксермен араластырамыз. Осылай көпіріп бастаған кезде бір стақан қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Қантымыздың барлығын бірден қоспаймыз. Осылай аз-аздан бөліп салып отырып, миксерлеп аламыз. Жақсылап аппақ көбік болғанша миксерлейтін боламыз. Міне осындай болуы керек. Бізде стоящий пена болудың қажеті жоқ. Осылай аппақ болып көпірсе болды. Енді үстінен жұмыртқамыздың сарысын бөліп сала отырып, жақсылап оны да араластырып аламыз. Жұмыртқалы массамызды жақсылап араластырып болғаннан кейін, біз балымызды қосамыз ендігі кезекте. Балдың қандай болғаны маңызды емес, табиғи бал қоссаңыздар да болады, магазиндікін қоссаңыздар да болады. Жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін, үстінен бір стакан сұйық майымызды қосып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Енді бұл араласқан массамызды бір шетке алып қоямыз да, 200 грамм електен өткізілген ұнымыздың үстіне, ұндарыңызды міндетті түрде електен өткізіп қосыңыздар. Үстінен 2 ас қасық какаомызды да електен өткізіп қосамыз. Какаомыздан кейін бір шай қасық қопсытқышымызды, яғни разрыхителімізді електен өткізіп қосып, жақсылап үшеуін араластырып аламыз. Енді жаңағы сұйық массамыздың үстінен құрғақ массаларымызды осылай қасықпен аз-аздан сала отырып, миксердің көмегінсіз венчикпен жақсылап араластырамыз. Барлығын бірден салмаймыз, бөліп, 3-4 бөлікке бөліп сала отырып, жақсылап араластырып аламыз. Міне осылай ұнымызды бөліп салып, ешқандай түйіршіктер қалмайтындай етіп, жақсылап араластырамыз. Бізде ешқандай түйіршіктер қалмауы керек. Міне осындай сұйық қоймалжың масса болады. Енді оны противенімізге орналастырып, қызып тұрған пешімізде 180 градуста 30-35 минут аралығында пісіріп аламыз. Міне біздің корждарымыз пісіп шықты. Енді дайын болған коржымызды толықтай суытамыз. Толығымен суығаннан кейін барып, бөліктерге бөлеміз. Мен 2 бөлікке бөліп алдым. Және де корждарымыздың шетінде бір тегіс етіп кесіп аламыз. Ол кесілген бөлігін сәндеуге алып қаламыз. Және ортасына жағу үшін бізге осында вареный сгущенка қажет. Енді осы вареный сгущенкамызды жақсылап араластырып, әрбір кесілген коржымыздың үстіне жақсылап жағып аламыз. Егер сіздер қаласаңыздар сармай қосып, крем жасап жақсаңыздар да болады. Мен тек қана өзін жақтым, соның өзінде торттарыңыз өте керемет, жұмсақ болып шығады. Ендігі кезекте коржымыздың шетінен кесіп алған бөліктерін осылай блендермен жақсылап майдалап езіп аламыз. Міне осылай ұсақтап аламыз. Енді тортымыздың бетіне жақсылап сеуіп шығамыз. Өз қалауларыңыз бойынша әрлеп шықсаңыздар болады. Міне біздің тортымыз осындай әп-әдемі болып шықты. Мен ортасын кокос ұнтағымен әсемдеп шықтым. Өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте керемет, дәмді болып шығады. Сіздердің отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын.
Менің видеомды соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Фируза. Келесі кездескенше сау болыңыздар.